Қайырлы күн қымбатты оқушылар. Сіздермен бірге Жансая Мырзағалиқызы. Алдағы апта БЖБ аптасы екенін өздеріңізді білесіздер. Сіздерге аздаған нұсқаулық әзірледім. Мұқият тыңдап шығуларыңызды сұраймын. Қазір сіздерге демонстрация экраны көрсетемін. Менің экраным сіздерге көрініп тұруға тиіс. Мінекей БЖБ, бірінші өткізілетін БЖБ, содан кейін біз 90 бойынша жиынтық бақылауға көшеміз. Бірінші БЖБ-ның ерекшелігі, БЖБ-ның кестесі, тәртібі және уақыты туралы айтатын болам. Мені мұқият тыңдаңыздар. БЖБ-ны қалай тапсырамыз? БЖБ сіздерге күнделік KZ, WhatsApp, Classroom платформалары арқылы жіберіледі. Әрбір мұғалім өзі таңдайды. Кейбір мұғалімдер WhatsApp-қа жібереді, кейбір мұғалімдер күнделік KZ-қа, Classroom-ға, мүмкін үшеуінде де болуы мүмкін. Барлықтарыңызға да тапсырма жіберіледі. Одан қам жемеңіздер. Үнемі WhatsApp-та болуға тырысыңыздар. Одан кейін БЖБ тапсырмасын сіздер қос параққа орындауға тырысыңыздар. Әрбір сабаққа жеке-жеке қос парақ дайындап, міндетті түрде аты жөндеріңізді жазып, одан кейін жаңағы мұғалім WhatsApp-қа жібер деп айтса, WhatsApp-қа күнделікке тіркей алсаңыз, күнделікке тіркеңіз, Classroom-да орындай алсаңыз, Classroom-да жіберуіңізге болады. БЖБ тапсырмасын орындауға сіздерге 30 минут уақыт беріледі. Сол 30 минут уақыттың ішінде тапсырманы орындайсыз, яғни дәптерге орындайсыз. Одан кейін оны мұғалімге суретке түсіріп жіберіп үлгерулеріңіз керек. Күніне кем дегенде 2 БЖБ тапсырып отырасыздар. 2 БЖБ-ның ортасында 10 минут сіздерге үзіліс бар. Сол үзілісті тиімді пайдаланыңыздар. Одан кейін әрбір БЖБ-ның уақытын алдын ала көріп, алдын ала дайындық жасап жүріңіздер. Енді БЖБ барысында мына ережелерді естеріңізде сақтағаныңыз дұрыс болады. Олар бірінші тәртіп бойынша БЖБ басталмай тұрып, өзіңіздің телефоныңыздағы немесе ноутбугыңыздағы интернет қосылған не қосылмаған тексеріп алыңыз. Одан кейін телефон қуатын тексеріңіз. Одан кейін БЖБ болатын алдын ала үйдегілерге ескертіп қойыңыз. Жайлы жерге орналасқаннан кейін мен осы 30 минуттың ішінде мына сабақтан БЖБ тапсырамын. Сондықтан мені мазаламауыңызды сұраймын деген сияқты сыпайы өтініш жасауыңызға болады. БЖБ кезінде басқа жұмыстармен шұғылданбаңыз. Тек қана назарыңыз тапсырмада болсын. Және 13:45-те мен мұғаліммен чатқа үнемі сіздерді тексеру үшін белгі беріңіздер деп жазатын болам. Сол уақытта маған жауап жазып отырыңыздар. Мен кімнің байланысқа шығып отырғанын, шықпай отырғанын, қандай қиындықтар бар екенін сол жерден анықтайтын боламын. Одан кейін уақытқа байланысты айтатын болсақ, тапсырманы 30 минуттан кешіктірмей орындаңыздар. 30 минут бұл өте тиімді уақыт, өйткені БЖБ өздеріңіз білесіздер 20 минутта орындалу керек. Сіздердің қазіргі жағдайдағы ерекшеліктерді ескере отырып, 30 минут уақыт беріліп отыр. 30 минуттан кешіктірмей орындап, мұғалімге жіберуіңіз керек. БЖБ басталмас бұрын, жаңада айтып өттім, 15 минут бұрын чатқа белгіленуді ұмытпаңыз. Мысалы, Айсилхан Нұрай осындамын деген сияқты, немесе БЖБ тапсыруға дайынмын деген сияқты. БЖБ арасындағы үзілісті тиімді пайдаланыңыз. Тапсырманы тура уақытында бастап кетуге тырысыңыз. 14:00-де мұғалім тапсырманы жіберді, 14:30-да сіз аяқтауыңыз керек. Одан кейін кестеге назар аударыңыздар. Бұл жерде мінекей 6 күн БЖБ тапсырасыздар. Ол дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бірінен соң бірі күнделікті тапсырып отырасыздар. Және екінші аптада дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, яғни күнара тапсырып отырасыздар. Дүйсенбі күні 2 сабақ, қазақ тілі және қытай тілі. Осы 2 сабақтың арасында 10 минут үзілісіңіз бар, манағы жоғарыда айтқан үзіліс. Одан кейін екінші сейсенбі күні ағылшын тілі және Қазақстан тарихынан тапсырасыздар. Сәрсенбі күні математика және қазақ әдебиеті пәнінен тапсырасыздар. Бейсенбі және жұма күндері демалыс күндері болып есептеледі. Дүйсенбі күні орыс тілі және жаратылыстанудан тапсырасыздар. Одан кейін 12 мамыр күні күнделікті сабақтарыңызды орындайсыздар. Сәрсенбі күні дүниежүзі тарихынан тапсырасыздар.
бейсенбі күні күнделікті сабақтарыңызды орындайсыздар, және жұма күні информатика пәнінен тапсырасыздар. БЖБ-дан бос уақыттарыңызда күнделік кезекті жіберілген тақырыптарды, тапсырмаларды орындап отыруларыңызға болады. Бірақ ең басты фокусыңыз БЖБ-ға бөлінуі керек. Іске сәт, құрметті 6-шы А сыныбының оқушылары, сіздер өте жақсы тапсырып, жоғары балл алатындарыңызға сенемін. Қазақ тілі мен әдебиеттен мен Google форма арқылы сілтеме жіберіп отырам. Сіздер оны орындауды білесіздер, солай тапсырасыздар деп ойлаймын. Тек алға менің айтқан ережелерімді сақтауды ұмытпаңыздар. Бәрі де жақсы болады. Сау болыңыздар.